Жексұрын жеңге. Бірі бөлім. Жанат қарапайым қыз. Үйінің кенжесі. Әжесінің қызы болып өсті. Алдында екі әпкесі және жалғыз ағасы бар. Жастайынан өте білімді болып өсті. Кітаптан бас алмайтын, сәл уақыты бола қалса әжесінің жанына жүгіріп келеді. Жәмилә әжей 15 жылдан бері көзі көрмей төсекке таңылған. Келіні Айнагүл, Жанаттың анасы, қарт ананың қас қабағын бағып, көңіліне кірбің түсіргісі келмей осы уақыт аралығында бір ауыз артық сөз айтпай бағып қақты. Қария кісі әсіресе аурушаң болса жас балаша болып қалады емес пе? Барлық қажетін орындап, күн жылыда сыртқа шығарып, аты үстіне түсіп немерелері де бәйек болатын. Әсіресе Жанат әжесін ерекше жақсы көрді. Себебі әжесі келінін қатты жақсы көретін. Үнемі өзің секілді адал келін бұйырсын саған деп батасын беріп отырады. Айнагүл ананың жалғыз ұлы болғандықтан іштей әумеңдеп қуанып қалады. Бірақ армандағы келін бұйырмайтыны оған беймәлім еді. 4 перзенті үшін аянбай еңбек еткен Сағындық аға, Жанаттың әкесі, мен Айнагүл жеңгей қарапайым тұратын. Отағасы такси айдап, жеңгей дүкенде сатушы болды. 3 баланы оқытты, қажетін өтеді. Үйдің кенжесі Жанатта мектепті аяқтап, оқуға түсуді армандады. Бірақ оппалы жетпей ауылда қалып қойды. Бір жыл ауылда қалып әжесіне қарады. Сол жылы әкесі қатты ауырып пышаққа түсіп қалды. Қыстай отын тасып қуығына суық тиіпті. Құдай бір айналдырғанды шыр айналдырады деп, анасы да сиыр сүтінен бруцеллез ауруына шалдығып, ауруханадан бір-ақ шықты. Сонымен үйдің бар ауыртпалығы, малға қарау, отын жарып, от жағу, 95 тегі қарт әжеге қарау бәрі Жанаттың мойнына түсті. Әпкелері тұрмыста, ағасы оқуда. Осы уақытта бүкіл ауылда сыбыр-күбір тарай бастады. Сағындықта, Айнагүл де ауырып жатыр. Бар ауыртпалық қаршадай қызға түсті ау. Одан да Құдай кәрі кемпірді ала салмады ма деген әңгімелер гу-гу есті. 2 бөлім. Жанат мойымай, үй тірлігінде сырттағы жұмыстарды да, ата-анасына, әжесіне де қарауды ұмытпады. Одан сәл қолы қалт етсе кітапқа жармасады. Қалайда биыл оқуға түсуім керек деп. Бірақ бұл жылыда оның бағы шаппады. Математикадан ақсап тағы грант иегері атана алмады. Тамағына ашы өксік тығылып, еңіреп қоя берді. Неге Құдай маған көп көрді екен деп налыды. Бұл кезде ағасы қалада жұмыс жасап үйге қаражат жіберіп тұратын. Ата-анасының жағдайы түзеліп, беті бері қараған соң, Жанат қалаға ағасының жанына жұмыс жасауға кетті. Ақша тауып, ақылы болса да оқимын деп шешті. Әжесінің батасын алып, қалаға келді. Ағасымен бірге көкөніс сатып ақша топтады. Ағасы Санат өте жуас жігіт. Тірлігін істеп үнсіз күліп қойып жүре береді. Мінезі ауыр болғандықтан бүкіл ауыл оны жақсы көретін. Жақсы жар кездесуін тілейтіндердің қарасы көп. Ақыры сауданың арқасында Жанат та оқуға түсті. 1 жылдан соң ақысыз оқуға ауысты. Ағасының да жұмысы дөңгеленіп күннен күнге жақсара берді. Алғашында пәтер жалдап тұрды. Сосын жер алып, үй соғып бастады. Барлығын Жанат екеуі бірге жүріп істеген соң ба, ағалы қарындас екеуі өте мейірімді болды. Ата-анасына да қаржылай көмек берді. Енді Жанаттың тек бір ғана арманы, ағасына керемет келіншек жолығып, сырла жеңге табылса екен дейтін. Әжесі өмірден өтіп, ауылдағы қой ешкіні қасқыр талаған соң, соңғы қара малды сатқызып, ата-анасын қалаға көшіріп алды. Үйдің құрылысы аяқталмаған соң барлығы пәтер жалдап тұрды. Жанат оқуды аяқтап, қаладағы мектепке тарих пәнінен мұғалім болып орналасты. Осы уақытқа дейін не жігітке қарамапты, не қыдырмапты. Үй аяқталып, енді бәрі Жанатты ортаға алып тұрмыс құруын айтып құлақ етін жей бастады. Бірінші ағам үйленсін, жеңгемді көріп, сырласып біраз жүрейін деген Жанатқа ағасы. Қарындасым, осы уақытқа дейін көмек бердің, өзіңді ойламадың, сенің жолың жіңішке, тұрмысқа шық деп рұқсатын берді. Жанат тұрмысқа шыққан соң, анасы келін алуды армандап Санатқа жар іздей бастады. 3 бөлім. Балам, бір күн ауру, бір күн саумын, білесің. Қашанғы соқа басың сопайып жүресің. Үйің бар, жұмысың бар, енді мен де келіннің рахатын көріп, немере бағып отырайын деп күнде айтатын болды. Содан Санат ауылдың қызын жар етіп, бірақ күнде бойдақ күнмен қоштасты. Өзінен 13 жас кіші сұп-сұлу келіншегіне қарап, сүйсініп қояды. Алғашқы күндер жақсы өтіп жатты. Жас келін болған соң майда шүйде олақ тірлігіне енесі көз жұма қарады.
Өзі жуас кісі келін келген соң мүлде тұйықталып кетті. Санаттың мінезі анасына тартқан болатын. Келіншегі бастапқыда үндемейтін, бертін келе, неге сонша мінезі ауыр, неге үндемейсің, тілің бар ғой айтсай, неге сонша сүмелексің деп жайлы мінезін басқаға жорып тиісіп жүрді. Әлі жас қой деп Санатта үндемейді. Оқуын аяқтап дипломын алып берді. Екі балалы болғандықтан жұмысқа тұратындай болмады. Балалары әлі кішкентай. 3 жылдан аса отырды үйде болды. Үйде отырып ұялықтың ғой, балаларға өзім қараймын. Жұмысқа тұрып, бір мезгіл сыртта болып кел деп енесі келініне қолдау білдірді. Жақын жердегі мектептің басшылығымен сөйлесіп, жұмысқа тұрғызды. Басында бәрі әдемі еді. Бір күні ойламаған жерден жұмыстан шығып келді. Үйдегілер сұраса тіс жармайды. Бар айтатын жауабы: істегім келмейді дейді. Қайнатасы мән-жайды білу үшін мектепке келді. Басшылыққа жазылған ол, жиналыстың аяқталуын күтіп отыр. Бір кезде директордың бөлмесінен топырлап мұғалімдер шыға бастады. Орнынан көтерілген Сағындық аға кіруге беттеді. Алдынан шығып үлгерген директор мұны көрді де: сіз ба? Келіңіз деп бөлмесіне қайта кірді. Айналайын балам, менің келген себебім. Келінім осында оқытушы болып жұмысқа тұрып еді. Көп болмады. Таңертең күнде жұмысқа бармайын деп жатып алады. Себебін сұрасақ айтпайды. Мектепте бір жағдай болды ма деді сұраулы жүзбен. Келініңіз жұмыстан шығарылды. Ауданнан сондай бұйрық келді. Өзі неге айтпады екен, хабары бар еді ғой. Ата-аналардың бірі шағым түсіріпті. Егер маған шағымданғанда шешіп беретін едім, істі насырға шапқызбай. Бірақ ол ата-ана тікелей ауданға шығыпты. Айтуынша баласына қол көтерген көрінеді. Оны келініңіз де растап отыр. 4 бөлім. Аңтарылып қалған Сағындық аға үнсіз есіктен шығып кетті. Үйге келгенше дәмені құрып, аяқтары дірілдеп әрең жетті. Келді де бөлмесіне барып жатып қалды. Кешкі ас үстінде ақырын әңгіме бастады. Келін, шырағым. Мектеп директорына барып жолықтым. Айтқандары рас па деді сабырлы үнмен. Рас дептің кетті келіні. Ішер асына түйіліп қалған қайнатасы ары қарай не айтарын да білмеді. Келіні сөзді өзі жалғады. Ұрмай, енді Құдайдың ұлы ма еді. Тыңдамай миды аштады. Ұрдым деді ашулы үнмен. Не жағдай болып жатыр деп сөзге енесі Айнагүл араласты. Өткенде бір балаға қол көтергем, сумаңдап жетіп барыпты ғой, ата-анасы арыз жазып деді де болдым деп бетін сипап дастарханнан тұрып кетті. Масқара болдық көрші қолаңға деп енесі бетін шымшыды. Осы оқиғадан кейін келіні үйде отырмаймын, жұмыс жасаймын деп ызыңдай бастады. 1-2 мектепке барып еді. Еңбек кітапшасындағы жазуларды көріп қабылдамай қайтарып жібереді. Амалсыз мемлекеттік жұмысқа қабылдамаған соң пельмен цехына жұмысқа тұрды. Ұрыс жанжалдың барлығы осы жұмысқа тұрған соң басталды. Күйеуі Санаттың жуас. Келіншегіне артық ауыз сөзі жоқ. Тіпті қайда барасың, қайдан келесің де тез сұрамайды. Осы мінезін біліп алған жас келін бір жерге баратынын ескертуді де жөн санамайды. Бірте-бірте күйеуіне де суық қарайтын болды. Жанына да жақындатқысы келмей тыжырынып шыға келеді. Жұмысқа асығып ерте кетеді, кеш келеді. Келгенге дейін Айнагүл апа үй тірлігін тындырып қояды. Тіпті тамағына дейін дайындайды. Көрші қолаң сөз ете бастады. Келін алып қолыңда ұзармады-ау, өзің келін боп зыр жүгіресің деп ренжиді. Ондайда Айнагүл апа: қайтем енді, байғұс жұмыстан шаршап келеді. Бір жағынан болсайында мен де құры үйде отыра бергенше деп құтылады. Еріндерін сылп еткізген көрші кемпірлер өзің біл дегендей иығын қиқан еткізіп кетуге асығады. Күндер өтіп жатты. Келіннің жұмысы қауырды. Күннен күнге тым кеш келетін болды. Ата енеге жақпайды әрине. 5 бөлім. Күйеуі де қадағалап сұрамаған соң, жас келін өз дегенмен жүретін халге жетті. Бірте-бірте мінезі де өзгеріп сала берді. Кеш келсе кептелісті сылтаурататынды шығарды. Бір күні Сағындық аға келіні кешіккен соң сыртқа шығып көрді. Дала тас қараңғы. Анадайдан көліктің жарығы байқалды. Шеттегі дүкенге кіріп темекісін алып шыққаны сол, әлгі көліктен аяғын наздана басып келіні түсті. Сылқ-сылқ күліп қоштасқан ол аялдамаға қарай жүрді. Өз көзіне өзі сенбеген Сағындық аға дереу үйіне беттеді.
Тез басып кірген ол жүзі сұрланып келінін күтіп отыр. Немересін ұйықтатып Айнакүл апа да бөлмесінен шықты. Есікті ашқан келіні ата енесін көріп тыжырынып қалды. Жақтырмаған сыңай танытып бөлмесіне кіріп бара жатыр еді. Қайнатасы тоқтатты. Келін, айналайын. Бүгін тым кеш келдің. Оның үстіне. Иә, жолдың бәрі пробка ғой енді деді. Неге жұмысшылар таситын көлікпен келмедің? Әлгі машинедегі кісі кім? Бастығым, көлік бұзылып жұмысшыларды өзінің көлігімен тасыды. Бүгін енді бәріңізге отчет тапсырмайтын шығармын деді ашуланып. Осы кезде Сағындық аға қатты ашуланып орнынан атып тұрды. Тапсырасың. Осы үйде тұрасың ба, демек бізге бәрін айтып отырасың деді қалшылдап. Пысқырып та қарамаған келіні бөлмесіне кіріп кетті. Жұмысынан шаршап келген Санат жемалып жатқан болатын. Оянып кетті. Сен не енді келгенсің бе? Бүгін бәрін келісіп алып мені тергеп жатсыңдар ма әдейі? Саған не көрінді? Ештеңе, жатып демалайықшы деді Санат. Келіннің мына жүрісі ұнамаған Сағындық аға күдіктене бастады. Іштейтіні алмады. Барып кемпіріне айтты. Ой бұ, мұның не шалау? Келінді аңдып жүрсің бе? Бұзылса бұзылған шығар машинесі. Құрсын, ешкім естімесін деген соң Сағындық аға да сабасына түсіп үнсіз қалды. Бірақ күнде жеңіл көлікпен келуін соңында шыдай алмай кетті. Келін, отырыңыз. Әңгіме бар. Айта беріңіз. Жалғасы бар.